Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте керемет пирогтың рецептімен бөлісемін. Періштенің көз жасы, яғни слезы ангела деп аталатын, аты оғаштау аталғанымен өте нәзік, өте жұмсақ керемет пирог. Тестамызды дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаның сарысына шекерімізді салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқалы массаның үстіне қаймақты, ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерді, ұнды разрыхлительді қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Қамырды бірден формамызға орналастырамыз. Енді осы қамырымызды начинкамыз дайын болғанша осы күйде холодильникке салып қоямыз. Ал енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін творогтың үстіне шекер, жұмыртқаның сарысын, қаймақ, шым-шым ванилин және манный крупа қосып, блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды холодильниктен шығарып, дайын начинкамызды жақсылап орналастырып, алдын ала қыздырылған пеште 35 минутта пісіріп аламыз. Негізінде әр кімнің духовкасы әрқалай, сондықтан өз духовкаңыздың ыңғайына қарап пісіріп алғандарыңыз жөн. Пирогымыз пісіп шыққанша екінші начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын кішкене миксерлеп аламыз. Ақ көбік бола бастаған кезде шекерді шетінен сала отырып, жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Міне бізде осындай қоймалжың масса шығу керек. Міне пирогымыз пісті. Енді белокты массамызды үстіне жағамыз. Енді осы белокты массамызды жақсылап жағып шыққаннан кейін қайтадан пешімізді 160 градусқа төмендетіп 15 минутқа салып аламыз. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде суығанша осындай ыдыспен жауып қоямыз. Керемет пирогымыз дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.